Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз порт таблицасының шифры. Тарихы туралы айтып кететін болсақ, Альберти, Тритеми және Белазаның шифрларына қарап, олардың бәрін қамтитын шифр жасау керек болды. Сол шифрлардың мысалы біздің суреттерде берілген. Джованни де Лапорт. Осы араласқан алфавиттерді қосып, жаңа шифр жасау үшін Джованни де Лапорт өзінің үлкен үлесін қосты. 1563 жылы 28 жасында жасырын хаттар атты кітабын шығарады. Бұл кітаптың мысалы осы. Порт өзінің шифрында екі әріпті ауыстыруды қарастырады, яғни биграммалық шифрды қолданған. Порт 20-20 өлшемді кестеге жылжымалы аралас алфавит пен кілт қолдануды ұсынған. Сол кілттің мысалы біздің суретте келтірілген. 20-20 өлшемді кестеде келесі әріптерді қолданған. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Z. Мысалы, E, A биограммасы дельта осындай символмен ауыстырылуы мүмкін. Сол таңбалар мына суретте көрсетілген. Жұмыс істеу принципі. Шифрлау лозунг арқылы жүзеге асырылады, және бұл лозунг ашық текстің үстіне жазылады. Лозунгтың әріптері бірінші бағандағы бас әріптермен сәйкес келеді. Ашық мәтіннің әріптері астыңғы немесе үстіңгі алфавиттен табылып, сәйкесінше екінші алфавиттегі әріптермен алмастырылады. Бұл шифрден кейін портты қазіргі криптография атасы деп атаған. Итальяндық криптографтар бұл шифрды қиындылығынан және оны шифрлау үшін кестен алып жүру керек болуынан мойындамаған. Хан Каветто вирум сөзін де Лапорто лозунгымен шифрласақ, онда H, F, H, P, Y, T, M, O, G, A, F, Q, E, A, S шифрланған сөз алынады. Мына кестеде көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.